Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі ашық тәрбие сағатымыздың тақырыбы Абай дана, Абай дара қазақта. Тәрбие сағатымыздың мақсаты ұлтымыздың ұлыларының еліне жасаған еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу. Абай өлеңдері арқылы оқушылардың рухани байлығын, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру. Абай біздің ұлттық ұранымыз болуы керек. Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Поэзияда, музыкада, даналықта, қоғамдық азаттық ой-пікір саласында өлмес-өшпес шығармалар берген Абай қазақ халқының өткен замандағы өмірін зерттеймін деген ұрпаққа таңғажайып тұлға. Биылғы жыл ерекше жыл. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы. Абай Құнанбаев ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды көзқарасын исламға таяна отырып, орыс және Европа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай шығыс пен батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Бірқатар әлем ойшылдарының еңбектерімен жақсы таныс болған. Философиялық трактаттар стилінде жазылған қара сөздері тақырып ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси әлеуметтік салмақтылығымен құнды. Абай 1845 жылы 10 тамызда Семей облысы Жидебай жерінде Шыңғыстау етегінде дүниеге келген. Негізгі хатқа түскен аты Ибрахим болса да, әжесі Зерей еркелетіп Абай деп атап кеткендіктен біз де солай айтып жүрміз. Зере қазақ ұлтының маңдайына біткен дана ойшылы. Абайды тәрбиеліп, немересінің бойына имандылық пен мәдениеттілікті, адамгершілік пен кішіпейілдікті, турашылдық пен әділеттілікті сіңіріп, атаның ғана емес, елдің, халықтың баласы болуына елеулі үлесін қосқан ұлы ана тұлғасы. Абай 12 жасында Семей қаласындағы Ахмет Риза медресесіне түседі. Онда 3 жыл оқиды. Медреседе оқып жүріп, 3 айдай орыс мектебінен дәріс алады. Абай араб, түрік, парсы тілдерінде үйренеді. Абай 10-12 жастан бастап мұсылманша оқып хат таныған. 12 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. 14 жасында орыс Приводская мектебінде білім алады. 15 жасында әкесіне көп пайдасын тигізеді, ел жұрт Абайды би етіп сайланайды. Абай ақыл қайрат жүректен бірде ұстаған адам, ақыл қайрат жүректі бірде ұста. Сонда түлік боларсын, елдің бүлік дейді Абай ата. Абай ауылы ақын, әнші, көші, құзбегі, ділмар, шешен, ертекші, әңгімешілер, тоғыз қонақшылар, бас қосатын сәулетті өмірдің шын шырағы болған. Зере құғымтал дейінді бала кішкене күн өзін алуанда, ағайынды өзін арасында ел ішінде сан алуан тартып күн сыйған уақиғалар, түн көзбен қарап өзінше мән беріп, өз ақылында топшалайды. Туған елінің шығыс пен батыстың рухани ой қазыналарынан нәр алып, өз халқын ғылым мен өнерге жетелеуді армандаған Абай Құнанбаев жасымда ғылым бар деп ескермедім деген өлең жазған. Бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен сол түспейді уысыма, қолымды мезгілімен кеш сермедім, қолымды дәп сермесем өстер ме едім, адамның бір қызығы бала деген, баламды оқытуды жек көрмедім, баламды медресеге бір де бермедім,
қызмет қылсын, шет алсын деп ердім. Өзім де шауып түске өредім, еңбегімді білері еш адам жоқ. Түбінде түнір, жүрегімді теңіз қарабет. Тан кіріп бойды алар, жақсы ән мен тәтті көй, көңілге түрлі ой салар, әнді сейсен мейші сүй. Дүней ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Аңсаған шерде су тапса, бұл қалмай ма бастауға, біреу түртсе я қақса, ой тоқтамас Білім деген шыққан сөз, тауып тағы болсын кез, тұрын сұрын көрге, көкірінге болсын көз. Жүрегі айны, көңілі аяу, сөз тыңдамас оу баяу, өз өнері тұр таяу, ұқпасын ба сөзді тез. Әбілет басқан елерме, сөзге жуу келер ме, тұзы сөзге сенер ме, түзілмесін білген ес. Әрнеге өнерпаз болсан арқалан, сенде бір көшіп дөнеге, кеттік таптап арқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, ашқанда да туғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жараса туғанға.